тілі мектептерінде қазақ тілін оқып, одан кейін өзінің ортасында соны пайдалана алмай жататын жағдайлар болады. Оған не себеп деп ойлайсыз? Қажеттіліктің жоқтығы. Шетелдік студенттердің тілін меңгеруі жалпы қиын ба, жоқ па? Франция, жаңағыдай, біздің өзі түркі тілдес халықтардың жаңағы ұлт өкілдері, Түркменстан, түріктер, жаңағыдай Қытай халықтар, ұлтынан келіп жатқан кәріс ұлты жаңағы азаматтары келіп қазақ тіліне бір қызығушылық білдіріп, соны үйренуге кәдімгідей келіп оқып жатыр бізде. Қазақ тілінің жалпы халықаралық бір аренада өзінің бір орнын тауып келе жатқан бір көрінісі деп өзім есептеймін. Сіздің тәжірибеңізде енді қай әдіс ең тиімді нәтиже береді деп ойлайсыз? Армысыздар, қымбатты көрермендер, біз өткен подкастымызда балалардың тілін орта қалыптастырып жатқан, бірақ оған ата-ана жауапты екенін айтқанбыз және контенттердің мәселесін талқыладық. Ал бүгінгі шығарылымда қазақ тілінің білім жүйесіндегі мәселесін қозғаймыз. Ол үшін студиямызға келген арнайы қонағымыз бар, таныс болыңыздар. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті практикалық қазақ тілі кафедрасының аға оқытушысы Әсел Тұрсынқызы Қожаева. Қош келдіңіз. Қазақ тілі деген енді өте ауқымды тақырып, сондықтан біз қазір оны жік-жікке бөліп, жеке-жеке талқылап жатырмыз. Сізден сұрайтынымыз негізгі осы салада жүргеннен кейін нақты қазақ тілінің іс жүзінде сұранысы бойынша мәселелерді анықтағымыз келеді. Яғни сіз 5 жылдан бері шетелдік студенттермен жұмыс істеп жүрсіз, жалпы 10 жылдан артық тәжірибеңіз бар екен. Осы аралықта сіз шетелдік студенттермен жұмыс істеуде қандай бір, былайша айтқанда, сұраныстың жоғарылағанын байқадыңыз ба? Қазақ тіліне деген қызығушылықтың? Әрине байқалады. Әсіресе қазіргі кезде енді біздің университетімізде оқып жатқан шетелдік студенттердің санының артуына қарасақ, және де бізде университетімізде Foundation бөлімі бар. Сол жерде тіл үйренуші арнайы топ бар. Ол жерде бізде түрлі мемлекеттерден келіп тіл үйреніп жатқан студенттер бар. Яғни тыңдаушылар дейміз біз оларды, тіл үйренушілер дейміз. Франция, жаңағыдай, біздің өзі түркі тілдес халықтардың жаңағы ұлт өкілдері, Түркменстан, түріктер, жаңағыдай Қытай халықтар, ұлтынан келіп жатқан кәріс ұлты жаңағы азаматтары келіп қазақ тіліне бір қызығушылық білдіріп, соны үйренуге кәдімгідей келіп оқып жатыр бізде. Олар өз еріктерімен келе ме? Әрине, өз еріктерімен. Өз еріктерімен бізде арнайы бағдарлама бар, сол кісілерді қабылдап, тіл үйретіп жатқан жағдайымыз бар. Енді жыл өткен сайын олардың қатары қалай көбейіп келе ме? Енді бір қатты көбеймесе де, бірақ кеміген жоқ, және де арту бар. Бұл дегеніміз, яғни қазақ тілінің жалпы халықаралық бір аренада өзінің бір орнын тауып келе жатқан бір көрінісі деп өзім есептеймін. Ол жердегі тіл үйренушілердің әртүрлі мақсатпен келеді. Біреу оқу, осы Қазақстанда білімін жетілдіруге байланысты, екіншісі бір жұмысқа байланысты, яғни болашағын Қазақстанмен байланыстыра келетін, тіпті өз елінде жүріп Қазақстанмен байланыс орнатқан жағдайда қазақ тілін білу керек деген мақсатты тұтып келетіндер бар. Осындай жағдаймен тіл үйренушілер бар. Шетелдік студенттердің тіл меңгеруі жалпы қиын ба, жоқ па? Былай айтсақ болады, олардың тілдік базасына байланысты. Мысалы, өзіміздің түркі тілдес бауырлас халықтардың өкілдеріне әрине қазақ тілін үйрену әлде қайда жеңіл болып келеді. Неге? Өйткені бір жағынан туыстас тіліміз, одан кейін біздің сөйлем құрылымымыз ұқсас, яғни бастаушымыз қайда, баяндаушымыз қайда тұрады, олар яғни өздерінің тілдерін ұқсатады.
оларға әрине жеңілдеу келеді. Ал енді басқа мысалы европалықтар я болмаса Азия халықтарының өкілдеріне ол қиындықпен келеді әрине. Ең бастысы бір жеңілдігі біздің қазақ тіліміздің дыбысталуы және де жазылуы мен оқылуының бірдей болуы. Бізде мысалы қазақ тілінде қалай сөйлейміз, біз солай жазамыз ғой. Орыс тілінде айталық о деп жазылады, а деп оқылады деген сияқты. Я болмаса ағылшын тілінің өзінде де бірнеше жаңағыдай дыбыстардың басқа бір дыбыс беруі деген сияқты бізде ондай жоқ. Бір жағынан сол жеңілдік. Ал қиындық тудыратыны әрине біздің төл дыбыстарымыздың дыбысталуына олардың жаңағыдай артикуляциялық шамалары келмей жатады, үйренуге тура келеді, айтылуы, дыбысталуы деген сияқты. Одан әрине тілдік жаңағы база қор жеткізбегендіктен тілді жаңа үйрену керек қой, енді жаттау керек әрбір сөздің. Мысалы бір заттың атауын жаттамаса ол қайдан сөйлей алады деген сияқты. Сол қиындық тұрады әрине. Қиындыққа шыдамай кетіп қалатын студенттер бола ма? Кетіп қалады емес енді, бірақ сол жерде отырса да үйрене алмай қалатындары бар, жоқ емес. Әрине ең бастысы ол адамның өзінің мақсатына байланысты. Егер тілді үйренем десе, қандай қиындық болсын, үйренеді. Біздің енді қазақ тілі әлемдегі бір қиын тілдердің бірі деп санайды. Егер біз қажет жағдай болса, біз Қытай тілінде үйреніп аламыз. Солай ғой? Қанша иероглифтар бар дей тұра. Сол сияқты егер үйренем деушілер үйренеді. Ал жаңағыдай бір мақсаты нақты емес, әйтеуір бір сондай немесе мақсатпен келе тұра, одан кейін бір ішкі жігері дейік па, тілді үйренуге деген бір құлшынысы азайған жағдайда, болады ондайда адамдар. Бұл жағдайда қалай мотивация бересіздер? Шетелдіктерге дейсіз ғой. Ең бірінші, әрине, ең бірінші ол кісілердің келудегі мақсатын қайдадан есіне салуға тура келеді. Енді қаншама шақырым жерді артқа тастап, қаншама уақытын бөліп осы Қазақстанға келді, тілді үйренуге келді. Сондай-ақ жаңағыдай ол кісілерге тілдік орта тауып беруге тырысамыз. Яғни өзіміздің қазақстандық студенттер, университетіміздегі студенттер, бізде университетте қазақ тілі клубы жұмыс жасайды. Ол клубтың жұмысы, яғни осы шетелдіктер, көбіне шетелдік студенттермен сондай түрлі шараларды ұйымдастыру. Ол жерге біз өзіміздің жергілікті студенттерді тартамыз. Неге? Өйткені жастың тілін жас табады, олар ағылшын тілін жақсы біледі деген сияқты біздікілер. Олар жаңағыдай, оларда тартады, тілдік орта тудырады. Коммуникация міндетті түрде. Сөйтіп жаңа араласып отырып тілде үйренуге мүмкіндік тудырамыз. Ең қызығы біздің елімізге шетелден ана тілімізді үйренуге құлшыныс танытып келіп жатқан азаматтар бар екенін білеміз. Оған дейінгі подкасттарымызда да нақты мысалдарды келтіріп айтып жатырмыз. Бірақ біздің білім жүйесінде, анығын айтқанда мектепте қазақ тілін оқып, бірақ соны іс жүзінде сөйлей алмай кететін жағдайлар болып жатады. Әсіресе мына орыс тілі мектептерінде қазақ тілін оқып, одан кейін өзінің ортасында соны пайдалана алмай жататын жағдайлар болады. Оған не себеп деп ойлайсыз? Оған нақты мақсаттың болмауы. Мысалы, кез келген жаңағы шетелдіктің өзінің мақсаты бар ғой. Біздің Қазақстанға келудегі мақсаты бар. Ол жаңағы оқу болсын, ол жұмыс болсын, ол бір практика, білмеймін, өздерінің мақсаттары, нақты мақсаттылық. Бұл бір. Екіншіден, шетелдіктер тіл үйренуде оларда қорқыныш жоқ. Қателесуден қорықпайды олар. Кез келген тілді үйренген кезде сіз қателесіп жүріп үйренесіз ғой. Бұл бір. Ал енді біздің өзіміздің оқушылар, мысалы менің алдыма келетін, біз практикалық қазақ тілі кафедрасында топтарына қазақ тілінен береміз, бірінші курстарға. Яғни біздің алдымызға келетін студенттер орыс мектебін бітіріп келген, я болмаса қазақ тілін бітіріп келіп, оқуға түсіп, орыс тобында оқып жатқан, білім алып жатқан студенттер. Біздің алдымызға келетін студенттердің деңгейі әртүрлі. Біреуі мүлдем білмей келеді.
жаңағы бірінші сыныптан 11 сыныпқа дейін қазақ тілін оқыса да білмей келетіндер бар. нақты мысал. Иә, одан кейін орта деңгей бар, біз В1, В2 дейміз, яғни кәдімгідей түсініп, кейбір жаңағы сөйлемді бір керемет сөйлеп кетпесе де, бірақ қазақ тілін түсінетін. Ал содан кейін Сібір деңгейінде, әрине жоғары деңгейде олар қазақ әдебиетін, қазақ тілін бір жақсы меңгеріп алған, кәдімгі қазақтың өзіміздің қаратомақ балалары. Тіпті қазақтың балалары емес, өзге ұлт өкілдері де бар, қазақша сайрап тұрған. Жаңағы бұлардағы әсіресе біздің неге үйренбейді деген нәрсе, бізде бірінші мақсаттың жоқтығы, қажеттіліктің жоқтығы. Біз Қазақстанда өмір сүріп жатырмыз, бізде жаңа орыс тілінің басымдығы бар, бұл бір кедергі. Екіншіден, қалай айтсақ болады, бір психологиялық тосқауыл бар бізде, ұялу. Біз қазақтар жаңағы өзіміздің әсіресе қазақ балаларының үйренейін деген, қазақ тілін үйренгісі келетін балаларға тосқауыл жасайды екенбіз. Бір нәрсені сөйлесе болды, түзетіп әлек боламыз. Немесе болмаса шала қазақ деген атты айдар тағамыз оларға. Міне осының барлығы балаға әсер етеді. Балаға да тіпті ересек адамдарға қазақ тілін үйренгісі келген нәрсені біз олар түзетіп әлек боламыз. Сен былай емес, былай сөйлеуің керек деп. Ол енді ғана тілін үйренейінші деп жүрген бала, немесе ересек адам сол жерден өзіне былайша айтқан кезде нүктесін қояды. Маған қазақ тілі қажет емес, ол қиын тіл деп айтады. Мынандай бір мысал айтайын. Менің осы 1-2 жыл бұрын мынандай студент болды топта. Қазақ тілін мүлдем үйренгісі келмейді. Неге? Өйткені айтады, жалпы көп студенттердің әсіресе қазақ тілін үйрене алмай жүрген сылтаулары бар. Менің ата-анам үйде орысша сөйлейді, менің ортам солай болды, мен орыс мектебін бітіріп келдім, мені ешкім қазақ тілін үйреткен жоқ деп. Сол кезде мен көбіне студенттердің жасын сұраймын. 18-ге толған болса, айтам, оның барлығы сылтау. Сіз кәмелетке толған, толық өзіңіз өз алдыңызда тұлғасыз. Сіздің алдыңызда міндет. Ол енді міндет. Неге? Біз қазір кез келген тілді үйренгіміз келсе үйреніп аламыз ғой. Қиындығына да қарамаймыз. Оның тілдік ортада жүрмесек те соны үйренуге тырысамыз. Ағылшын тілі қажеттіліктен туған соң қазір бастауыштың балаларын өзі үйреніп жатыр. Бұл сізде сылтау деймін. Қалай қабылдайды мұндай жағдайда? Әрине ауыр тиетін шығар. Ауыр тиеді. Жаңағы студентіме келейін, мысалыма. Ол бала айтады, менің жаңағы тағы бірінші сылтауы әрине ол ата-анасының жаңағы сөйлемеуі қазақ тілінде. Екіншісі, мені дейді мектептегі мұғалімім қызықтыра алған жоқ дейді. Қазақ тіліне деген ол кісі сабаққа келмейтін, түрлі жағдайларды айтты да. Менің қазақ тілін үйренуге деген құлшынысым мүлдем түсіп кетті дейді. Сөйтіп ол өзіне блок қойған. Қабылдамайды бала. Қалай жағдайда да қабылдамайды. Мен енді қаншалықты ол баланың білмеймін мотивациясын оята алдым. Барынша енді оятуға тырысасың. Біз енді 2 семестр, 1 жыл бойы, оқу жылы бойы сабақ береміз ғой. Қарап отырсам, қазақ тіліне басында келген кезде орыс тіліндегі Достоевскийдің кітаптарын алып келеді, соны оқып отырады. Өте білімді бала негізі. Бірақ өкінішке орай сол бір шырағын жағу, мектеп кезінде өзіне сол бір блок қойылған нәрсе өзіне сондай кері әсерін тигізді. Қабылдағысы келмейді. Сөйтіп, ол балаға жаңағы топты жұмылдыруға тура келді. Достарын жанында орда. Сонда балалардың басында қиын болды, өйткені балалардың өзін қабылдамайды. Ол енді орысша сөйлейді ғой, орысша жаңағыдай қажет етпей тұрып, мүлдем блокты қойып тастаған өзіне. Бірақ фаундейшндай отыр сіздердің топтарыңыз. Бұл бала жоқ. Бұл кәдімгі біздің бакалаврда отырған бала. Университетте өзіміздің бала. Өзіміздің орыс мектебін бітіріп келген бала. Мықты, білімді, конференцияларға қатысады. Сондай. Бірақ қазақ тілін қабылдай алмады. Енді
білмеймін, бірінші курста аз да болса мүмкін жүрегіне сәл жылу ұялту, алдап та айтасың. Сен мықты баласың, сен білімің керемет. Куратормен жұмыс жасалды. Иә, бар ол балада дейді, сондай бір блок бар деп. Куратормен жұмыс жасадық, содан кейін жаңағыдай кішкене түсіндіру жұмыстарын көбірек жасауға тура келді. Сен болашағыңа керек. Сен мықтысың, барлық тілді үйреніп аласың. Қазақ тілі саған ештеңе етпейді. Өйткені сен қазақсың ғой. Жүрегің қазақ қой сен. Қаныңда қазақтық бар. Сен ана мұғалімге өкпеңді қой. Сен 18-дегі жігітсің, азаматсың. Енді бәрін қойда, жаңадан баста. Қазақ тілі өте керемет тіл. Енді сөйтіп мотивациямен кішкене баланың жүрегіне жетуге тырыстық. Сабаққа енді керемет бір қазақша сөйлеп кетпесе де, қазақ тілін кәдімгі жаңағы сабақтардағы тапсырмаларды орындауға деген бетім бері бұруға бұрдым десем болады. Енді керемет сөйлеп кеткен жоқ, енді қазіргі жағдайын білмеймін енді. Дегенмен сондай балалар немесе жалпы азаматтар кездеседі. Бірақ ең бастысы оның қазақ тіліне деген құлшынысы қайтадан пайда болды. Пайда болды, дәл сол енді айтайын, екінші семестр шығып, бір семестр бойы енді қиналдық. Ол да қиналды, мен де қиналдым. Ояту баланы деген сияқты. Сонда менің сұрағыма келетін болсақ, бұл жерде білім жүйесіндегі ең негізгі қолдаушы мұғалім екенін айта кету керек, иә? Мектептердегі қазақ тілінен сабақ беретін оқытушы, мұғалім жақсы болмаса, онда оқушының да қазақ тілін меңгеру қиын болады. Ол тек қана мұғалімге де байланысты емес шығар, бірақ мұғалімнің әсері көп. Әсері бар әрине. Көп, мысалы, фаундейшнда отырған балалар мамандықты таңдауға келген кезде көбіне айтатыны, мен мұғалімнен сол кісіге қарап ұстаздық жолды таңдадым. Я болмаса мен биологияны жақсы көрдім, ол кісі керемет түсіндіреді. Сөйтіп мен биологияға барып жатырмын. Деген сияқты. Әрине мұғалімнің әсері бар. Мысалы, мәжіліс депутаты Екатерина Смолякова өзінің сол қазақ тілі мұғалімнің арқасында қазақ тілін өте жақсы меңгерген және қазіргі кезде депутат болып жүр. Бұл да болса қазақ тілінің қаншалықты адам өміріне, тағдырына әсер ететінін көрсетіп тұр. Ұстазы жақсы, ұстанымы жақсы деген. Иә. Сіздің тәжірибеңізде енді қай әдіс ең тиімді нәтиже береді деп ойлайсыз? Бұл әрине коммуникативтік әдіс, яғни сөйлесу. Бізде сөйлесу аз. Біз мектепте болсын теорияны көп негіздейді екенбіз баланы. Ереже көп жаттатқызамыз. Ереже керек емес, керек, қажет нәрсе. Бірақ көбіне баланы еркін сөйлеуге ынталандырсаңыз, сонымен диалог құрсаңыз, я болмаса бір қызықты ойын өткізсеңіз, керемет. Тіпті ойын тек қана мектепте ғана жүрмейді, біздің университетте де, тілді үйретуде біз түрлі ойындарды, ойын арқылы жаңағыдай балаларды қызықтырып ынталандырамыз. Одан кейін әсіресе жаңағыдай қазақ тілін үйреніп жатқан кезде баланы көп жағдайда түзетеміз, біз әрине грамматикасына дұрыс емес деген сияқты. Ол да бір таяқтың екі ұшы сияқты, бір жағынан түзету дұрыс әрине. Оның қатесін түзетіп отырып сіз үйретесіз. Екінші жағынан сол қайта-қайта түзете берудің арқасынан сіз баланың мотивациясын өлтіріп алуыңыз да мүмкін. Мен дұрыс сөйлемей жатырмын, мен болды айтпаймын болды. Өз-өзіне тағы да шектеу қойып тастауы мүмкін. Сондықтан да жаңағыдай көбіне коммуникацияға бар. Қазақ тілін сөйлеп жүрген кезде бір қателік болса, оны бір-ақ рет түзеу керек, одан кейін түзетудің қажеті жоқ, иә? Өзіне еркіндік беру керек. Бірақ есіне салу керек. Сіз қай жерден қате кеттіңіз? Бала өзі ізденеді. Кез келген адам қай жерден қате кеткендігін ойланады, не айтқандығын. Бір ғана мысалы, орыс топтарында көбісі деп сөйлейді. Көбі деген сөзді. Көп деген түбірге жаңағы тәуелділіктің үшінші жақ жалғауын жалғап, оның үстіне тағы сіні қосып жазады. Айтады. Көбісі. Мен сөйтіп кей кезде тақтаға падырайтып жазып қоямын соны.
Ал енді сөйлейді олар. Біздің енді қазақ тілін үйретуде 4 дағдыға сүйенеміз ғой. Айтылым, жазылым, тыңдалым. Жаңағы соларда көбіне айтылым кезінде, сөйлесу кезінде сол есіне салып қоямыз. Бала содан студент жаңағы үйренеді, айтпауға тырысады. Екінші күні ұмытып кетеді. Тақтаға жазылмаса да тақтаны көрсетеді. Есіне салады, ана жерде тұрған. Көз алдында тұрғаннан кейін ол есінде қалады. Сондай әдістерді жаңағыдай қолданып отыра келеді. Қарапайым сөйлеу тәсіліне ынталандыру сонда. Солай. Одан кейін мысалы біздің жап-жақсы сөйлеп отырған, қазақ тілін жақсы меңгерген балаларды отырады. Оларға мынандай нәрсе берем. Мысалы, өз тәжірибемде қазақтың байырғы сөздері. Қазақтың кәдімгі үй жағдайында, тұрмыс жағдайында сөйлейтін сөздерді біз көп айтпайтынбыз. Сол нәрсені жаңағыдай сөздеріңізге қосыңыздар. Сол сөздерді жаңағыдай мүмкін жазылым түрінде беру мүмкін, я болмаса бір басқадай ойын түрінде, сол кезде соларды пайдаланыңыздар. Яғни деңгейіне қарай. Қазақ тілін білетін студенттерге одан да кішкене әдеби тілде көркем сөйлей білуді үйрету. Ал енді әрине деңгейі төмендеу студенттерге оларды айта алмайсың, өйткені оны түсіндіру керек. Олар қарапайым сөзден бастау керек, қарапайым сөйлемнен бастау керек олар. Демек, көбінесе теорияға емес, практикаға жүгінген нәтиже береді. Нәтиже береді, әрине. Әрине. Егер теорияны жаңағыдай мынау 7 септік немесе тәуелдік жалғаулар мынша десе, ол баланың миын ашыту былайша айтқан кезде. Ол бір жағынан оны мектепте де үйреніп келді, үйретті. Ол базасында бар нәрсе. Оны қабылдай алмағанға қайтадан ол баланың миын ашытып жаңағыдай үйрету ол тиімді тәсіл емес. Оларда барынша сөйлету керек. Бізде әрине тақырыптық жаңағыдай сабақтар өтеді. Әрбір сабақта біз тақырып өтеміз. Сол сабақтың тақырыбына байланысты, яғни ойын жеткізе білу. Қысқа сөйлемнен сөйтіп ары қарай дамыту. Одан кейін дәстүрлі қазіргі кезде енді егер бір дәстүрлі әдіске салатын болсақ бұрынғыдай, ол да тіл үйренушіні қажытып жібереді. Сондықтан да бір қызықты етіп, қазіргі кезде тіпті жасанды интеллектіні қазір қосып жатырмыз. Сол жерден түрлі жаңағыдай тапсырмаларды беру арқылы, түрлі тәсілдерді қолдану арқылы оны сөйлетеміз, жаңа тыңдатып отырып, ол жерде өзі қатесін табады деген сияқты. Сол кезде бір деңгейді ескермеу. Ол да бір қателік. Яғни тапсырма деңгейге сай болу керек. Біз кей кезде білмей отырған студент болсын, оқушы болсын, солардан бір қатты талап етіп жүреміз. Талап. Оған бір қолайлы орта жасамаймыз. Сен білуің керексің, сен мемлекеттік тіл, сондай әсіресе қазақстандық студенттер айтамыз ғой, сен неге мемлекеттік тілді білмейсің деп. Қысым көрсетуге болмайды, яғни. Қысым көрсетуге болмайды. Бірақ сол баламен кәдімгідей дос сияқты сырласып отырып, айта отырып, түсіндіру керек те. Түсіндіріп, яғни қазақ тілінің қажеттілігін түсіндіру керек. Сол кезде балада мотивация пайда болады, балада жаңағы тілді тіпті меңгерудегі әдіс тәсілдерін өзі оңай болып көрінуі мүмкін. Енді бұл студенттерге жақсы келетін әдіс тәсіл. Ал өзінің баласын қазақша сөйлете алмай жүрген ата-аналар қандай әдісті пайдаланса болады? Егер ол ата-ананың өзіне байланысты, егер ата-ана қазақ тілді болу керек. Егер ата-ана қазақ тілді болса, баланың негізі қазақ тілінде болады. Ол ешқайда кетпейді. Тіпті қазіргі жағдайда қазақ тілді отбасында өзі шүлдірлеген бүлдіршіндер өсіп келе жатыр. Оның бірден бір себебі әрине ол телефон. Ата-ананың жай ғана тілді үйретуі ол жеткіліксіз.
толық баланы қарамағына алу керек. Яғни бала не жеп жатыр, не ішіп жатыр, не қарап жатыр, не істеп жатыр, не ойнап жүр, кіммен ойнап жүр. Ортасына дейін білу керек. Ортасына дейін білу керек. Әрине. Бірақ өкінішке орай қазіргі ата-аналарда, мына қарбала заманда дейміз, ондай мүмкіндік болмай жатыр. Бәлкім бұл ақталу да шығар. Бірақ дегенмен ата-анасының дейікші, бір ғана анаға жүктеп қойға болмайды ғой оны. Ата-анасының балаға уақыт таба алмай, күніне бірақ мезгіл сөйлесуі сол мәселені шеше ала ма? Қазақ тіліне деген баланың құштарлығын, махаббатын оятып, оны ана тілінде сөйлеуге ынталандыра ала ма? Әрине, біз көп жағдайда мына уақыттың тапшылығы дейміз, жұмыс дейміз, ата-ананың жаңағы баламен қарым-қатынасы азайып жатыр дейміз, бірақ ата-ана бағыттаушы адам ғой. Ол баласын біледі, баласының неге икемі бар екенін біледі. Түрлі үйірмелерге беруі мүмкін. Соның өзінде де үйірменің өзі қазақ тілді ме? Болмаса қазір тілдік жаңағыдай дағдыларды қалыптастыратын түрлі кішкентай балалардың өзіне сондай орталықтар бар. Соларға беру керек болады. Балабақша, мысалы, қазақ тілді, оның ішінде жаңағы таза қазақ балабақшасына беру. Барлығын әрине ата-ана өзі ұйымдастыра алады. Және бір көзге еленбейтін, бірақ баланың өміріндегі ең бір қажетті нәрсе шығар, ертегі оқу. Ата-ана бәрібір де баласы түнде үйіне қонады. Балаға бір жарты сағат көңіл бөлу, баланың өмірін, жаңағы баланың тілінің шығуына, баланың бір өмірлік ұстанымының пайда болуына ең бір жақсы әсер ететін осы нәрсе. Біз ертегі оқымаймыз. Біздің қазір ертегі оқитын әжелеріміз жоқ, өкінішке орай. Біз телефон шұқылап, жаңағы барып теріс қарап жатқыз қоямыз да баланы. Болды, өзіміз шаруамызбен кетеміз көп жағдайда. Баланы ұйықтар алдында өзімізді телефон ұстап ұйықтаймыз дейміз. Өкінішке. Осы нәрсе. Егер баланың болашағын ойлайтын ата-ана болса, осы нәрсені дағдыға айналдыру керек деп ойлаймын, өз басым. Сөйтіп, жаңағыдай, ал жалпы ойбай, менің жұмысым көп, я болмаса мен жаңа балама ешқандай уақытым тимейді деген ол бос әурешілік, бұл сылтау. Адам енді қазақ тілін тез өз күшімен үйренгісі келсе, қандай да бір тиімді тәсіл бар ма оған? Бұл жерде жалпы адамға тілді үйренуге бірінші мотивация керек. Нақты бір мақсатты қою керек, Қарапайым мысал, біздің өзіміздің әлемге әйгілі Димашымыз еді, алайықшы. Димаштың бір жарқ етіп шығуы бүкіл әлемді елең еткізді. Димаштың әніне, Димаштың өнеріне ғашық жандар Қазақстанға ағылуда, я болмаса өз елінде отырып қазақ тілін үйренуде. Ондай мысалдар өте көп. Күннен күнге сондай нәрселерге куә болып келе жатырмыз. Демек, ол мотивация. Димашқа деген, Димаштың өнеріне деген махаббат мотивация беріп тұр. Кез келген, мысалы, біздің шетел әндерін тыңдайтын, шетелдің жаңағыдай бізде де бар ғой, қазақстандық, яғни жастар тыңдайды, өліп өшіп тыңдап, соның әнін жаттап, ағылшын тілін үйреніп жатыр, мысалы. Дәл сол сияқты, яғни ең бірінші мотивация керек. Одан кейін барып қана адам өзіне мотивациядан кейін мақсат қойды ғой жаңағы. Маған қазақ тілі керек. Я болмаса мен Қазақстанға барам, көрем деп. Соған әрекет жасайды. Ал енді басқа ең үшінші бір орынға мен әдіс тәсілдерді қояр едім. Ол кез келген әдіс тәсіл. Шетелде отырып жаңағыдай бір курстарды сатып алу мүмкін қазақ тіліндегі. Ютубта да қазір қазақ тілінде оқытатын көптеген контент бар. Біреу мұғалім жалдап алу мүмкін. Кезге біреу кітап оқып тұрып, кітапты оқып жүріп қазақ тілін үйренеді. Яғни мына дәл осы тәсіл қазақ тілін үйрететін тәсіл деп айтуға келмейді ғой.
Барлық тәсіл керемет, адамның өзінің егер ынтасы болса. Дұрыс, келісемін. Иә. Ынта болса барлығын үйреніп аласыз. Бұл жерде енді расында адамның өзінің ерік жігеріне, мақсатына және мотивациясына байланысты қуанышымызға орай қазір қазақ тілін меңгергісі келетін, үйренгісі келетін жандар көбейіп жатыр, және алдағы уақытта сондай шетелден келіп жатқан мамандарды ана тіліне үйретіп, қазақ тілін меңгертуге көмектесіп жатқан сіздердің еңбектеріңіз елеулі болсын дегім келеді. Студиямызға келгеніңізге алғысымды білдіремін. Көп рахмет. Рахмет сізге. Қымбатты көрермендер, бүгінгі біздің подкастымыздан өзіңізге бір жақсы кеңес алдыңыздар деген ойдамыз. Келесі шығарылымды жіберіп алмаңыздар, бізге жазылып қойыңыздар. Амандықта жүздесейік.